Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 27 қараша 2024 жыл, Ермек Албан, Қаскелең қаласы. Бүгін ауыр көлік жүргізушілердің жиналысы болып отыр. Сол енді өздерінің талаптарын, өздерінің ұсыныстарын айтып кетсе, бауырымыз айтып кетсеңіз. Ермек аға, біздің осы мәселе туындағанына біраз жылдар болды. Өзегімізді өртеп жатыр. Үлкен жүк көлігіне үкіметтен талабымыз 13 тоннаға рұқсат берсе екен, каждый ойысқа деген талабымыз бар. Сол уәжбен біз бүгін осы Қарасай ауданының акиматына келіп, өзіміздің мұңымызды жеткізіп, уәжімізді жеткізіп, сізді де шақырып, сіздерден де көмек есебінде сұрап, осындай бізде талап бар, осы ағайындардың атынан. Bir ауыздан бәріміз қосыламыз ба? Қосыламыз. Каждый ойысқа 13 тоннадан рұқсат берілсін. Біздің қазір істеп жатқан заңымыз дұрыс емес. Бізде данный момент грузовой транспортқа алдыңғы ойысқа 11 тонна беріледі, арттағы екі ойысқа 15 тонна беріледі. Бұл қате заң. Себебі алдында 2-ақ дөңгелек бар, артында 8 дөңгелек бар. Сонда есептесең, алдыңғы дөңгелек 5,5 тонна көтере алады да, шамасы келеді. Ал артындағы 2-ақ тонна береді. Сонда ол қалай болған ол? Логикаға жатпайды. Сол жер дұрыс емес. Сол заңды өзгертуге талап етеміз. Талап етеміз. Сейчас по вот этому знаку, который действует 8 тонн на ось, современная техника не может ездить по дорогам. Так как знак старый, техника свежая, естественно, уже времена не 70, не 60 лет назад, а уже там 24 год на дворе. И нужно повысить под эту технику, повысить знак от 13 тонн, как в Европе, как во всем мире. Ну, вперед идти со временем, да, потому что не возьмем даже самосвалы, тот же насос не может ездить, тот же кран не может ездить, который востребованный сейчас на рынке. На нем строится весь Казахстан на насосе, на кранах, на наших самосвалах. Ну, техника свежая, новая техника, современная, но закон у нас старый, 8 тонн на ось. Старые остались. Да, снипы все старые, поэтому если знак 8 тонн на ось, под эту снип делают и дороги, поэтому даже вот возьмите Тимирязево, оно от линии, где ездит автобус, где даже легковые не ездят, там и то колея. А все спирают, что грузовики. Здесь надо искать глубже. Мы думаем, что и напоминаем органам, кто занимается вот этими законами, что нужно изменить под современную технику закон. Просто под европейские от 13 тонн на ось и выше. Вот и все. И будет везде порядок. Рахмет. Құрметті өкімет саласының азаматтарына, мына бауырларымыздың жан айқайын жеткізіп отырмыз. Осыны дұрыс жағынан қарастырып берсеңіздер. Рахмет.